Мұрат Кенжебаев, әулие. Алып бара жатқан әсем болмаса да, адам үрікпес түрі бар, қоңырқай тұрмысы бар. Алланың берген ұл қызы бар бір әйелге жанашыр туыс апасы келіп, «Ой, сен осылай маңқиып үндемей жүре бересің бе не? Жұрттың айтуынша сенің күйеуіңнің қапталда біреу бар сияқты. Сен түк білмей жүрсің, ол шалқып біреумен жүріп жүр» деп көзін ашпақшы болыпты. Сонда әлгі әйел күлімсіреп, «Біреу дейсің бе? Қап онысы болмаған екен. Менің күйеуімнің бет ажары мен тұлғасына қарағанда, оның бұл кезде екі-үшеуі болу керек еді. Әлде байғұс қартайып шаршап жүр ме екен? Етпен шұбатпен баптайын дегенде, жанашыр туысы ашудан жарылар бопты. Қайткенде де жанашырансып келген туыс қалайда бір лаң салып кету керек қой. «Ой, сорлы, жындысың ба? Мен не деймін, домбырам не дейді? Жүре бер онда осылай сүмірейіп. Бір күні шұбырған бала-шағаңмен қаңғып қаласың ғой жалғыз өзің бейшара» деп тағы қыжыртты. Мына ел тағы да күлімсіреп, «Неге жалғыз қалайын? Шұбырған бала-шаға өссе, әрқайсысынан бір тілім нан алып жесем де аш болмайым. Қайта жақсы емес пе? Күнде біреуінің үйіне қонып тамақтанып жүрем деу мұң екен». Жанашыр туыс бұлқан-талқан болып жарылды да, айтарға сөз таппай, «Түфу онда саған, өлі қал, жылап маған келуші болма» деп әйелдің бетіне бір түкіріп үйден шықты. Бағанадан бұлардың дауыстарын екінші бөлмеде естіп отырған, ер жетіп қалған үлкен ұлы жүгіріп келіп, «Мама, не болды? Әлгі әйел не деп жүр? Жағын айырып жіберейін бе? Сенің бетіңе түкірткенше соны сабап сотталғаным жақсы емес пе?» деп анасының бетін сүрткілей бастады. «Қой балам, тиме оған. Ол өзінің зәлімдігімен науқас болған адам. Өмірде ондай жандармен ұрысып, төбелесер болсаң, сен де сондай айналасың. Менің бетім Алланың берген тәні, топырақтан жаратқан. Күндердің күнінде сол топыраққа қайта айналам. Сондықтан шаян шақты екен деп, шаянды қайта шақсаң адамдық қасиетің қалама. Сабыр балам» деп тыныштандырды. Кешкісін отағасы келгенде бүкіл отбасы дастархан басында дым болмағандай күліп ойнап, шай ішіп отырғанды. Беті қолын жуып, дастархан басына көпшігін шынтақтай жайғасқан отағасының алдына ең кіші ұлы барып жайғасып отырды. Бірінші шынаяқтан соң ақ кішкентай ұл, «Папа, бағана үйге жаман апай келді, мамаға ұрысты, соңында маманың бетіне түкірді. Аға барып ұрам деп еді, мамам, қой ұрма, ол ауру ғой» деді. «Папа, жаман апайды сен барып ұрасың ба?» деп барынша түсіндірген болды. Мамаларына бір, баласына бір қараған әкесіне әйелі, «Әлгі жанашыр ғой» деді барынша жұмсақ дауыспен. Отағасы балаларына жағалай бір қарады да, «Мамаларың дұрыс дейді, әулие ғой бұл» деп жымиды да, әйеліне, «Ертең мектеп киімдерін алып бастай бер, ақша түсті» деп мейірлене қарады. Әйел десе ішінде әжем кетеді демекші, мына заманда есірік, жынды, залым, көктол деп аталатын, жүрген жерлерінде өсек, өтірік, айдап салып ұрыстыру, айғай-шу, төбелес, даудамай қылып жүретін әйел адамдардың бар екені өтірік емес. Бірақ олар аз, мыңнан бір болуы мүмкін. Ондайларды біздің қазақ Құдай қарғап қойған бейшара ғой деп аяп мүсіркейді. Олардың бар жоғын елемеуге тырысады. Қазақ әйелдерінің басым көпшілігі тәрбиелі, салиқалы, күйеуі түгілі көрші ер-азаматқа қарсы сөйлемес, ер-азаматтың алдын кеспес, отыра қалып өсек айтпас, көшеде көрінгенмен абаласпас, ибалы болып келеді. Міне осындай жаны сұлу, сабырлылығымен отағасына, көрші көлемге, ағайын туысқа жағымды, парасатты әйелдерді әулие десе болатын шығар. Әулиелерің аман болсын ағайын. Мұрат Кенжебаев, оқыған Сұңғат Ғазиз.